Сәлем баршаңызға. Мен өзімді қысқа нұсқа таныстырып өтейін. Менің есімім Айзада Әбдешқызы. Мен 8-ші класты аяқтай салып, осы тігін курсы училищесіне түсіп оқыдым. 2 жыл оқып болғаннан кейін 1 жылдай мен Домбытада закройщица болып 2 цехта жұмыс жасадым. Сол жерде мен көп тәжірибе алдым. Мені оқытқан Таня апай, орыс кісі, ол пенсияға шығуға дайындалып жатқан екен, соның орнына мені жіберді. Мен ол кісіден көптеген тәжірибе алып, үйреніп, мен де сол кісімен жағаласып отырып, кереметтей үйреніп алдым. Ол кісінің тәсілдері мүлде басқаша. Ана курс сияқты А точка, Б точка деген жоқ. Қағазға сызу да мүлде жоқ ол кісіде. Тек матаны қалай төсеу, оны қалай салу, қайтып пішу, соның бәрін мен сол кісіден үйрендім. Ол кісіге әлгі шейін көп рахметімді айтып, дұғамды оқып отырамын. Сөйтіп оқып жүріп, үйреніп жүріп, 1 жылдан кейін мен тұрмыс құрып, балалы шағалы болдым. Директорыма келісіп, үйде отырып тігейін, бала шағам алдында деп рұқсат алып, план өткізіп отырдым. Менде рекламамның бәрі осы адамның үстіне тігілген сәнді киімге байланысты болды. Той томалақ, құдайға барғанда, оны кім тікті десе, Айзада тікті. Мына жерде тұрады, ана жерде тұрады, ол кісі өте тез тігеді, мінекей осылай деп солар арқылы келіп тұрды. Сөйтіп жүргенімде ата-аналардың көбісі біздің қызды үйретіңізші, қасыңызға алып деді. Мен жарайды деп 1980 жылдан бастап осы қыздарды оқытып келемін. Мендегі 10 мыңнан астам қыздар оқып бітіріп, барлығы көбісі бизнес ашып, перде тігіп, киім заказ алып, қыздар оқытып жатқандар өте көп. Оның ішінде жібек жіп тігін курсы. Жансая Төрехан қыз екеуміз бірігіп серіктес болып 4 жылдай жұмыс істедік. Қазіргі таңда жібек жіпті Жансая Төрехан қызы жүргізіп отырады. Мен Астанаға келіп, Астана қаласында қыз келіндерді өзімнің осы жиған терген тәсіліммен үйретейін деп келдім. Келгеніме өте қуаныштымын. Өйткені келгендер де керемет үйретеді екенсіз. Оңай түсінеміз, конспекті жоқ. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Айзада Тұңғышбаева. Мені бүгін накладной қалтаны қалай пішіп тігуді көрсетемін. Егер сіздер менің арнама міндетті түрде тіркеліп, лайк басып отырсаңыздар, мен сіздерге жиі көрінетін боламын. Сіздерге келесі видеода басқа түрлі қалтаны қалай пішіп тігуін көрсетемін. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.